мына қоғамдық сахна деген нәрсе болады да, қоғамдық сахна деген нәрсе. Бұл яғни сахна деп отырғанымыз бұл биіктеу нәрсе да. Әрбір қоғамның өзінде бір сахнада жүретін халық болады. Мысалға бұрынғы жағдайларда, бұрынғы біздің ата-бабамыздың кезінде, ол кезде қоғамдық сахнада біздің ата-бабаларымыз хандар жүрді. Яғни бүкіл халықтың барлығы сол халықтың ханның аузынан шыққан сөзге қарады. Сол халықтың аузынан, сол ханның аузынан шыққан сөзінің барлығынан иланып, солар дұрыс екен, солардың айтқандары жөн екен деген сияқты нәрсеге ерді. Енді содан кейінгі дәуірлерде хандық өмірі өткеннен кейін зиялылар пайда болды. Біздің өзіміздің алаштың зиялылары пайда болғаннан кейін сол кезде түрлі біздің Абай сияқты зиялылар, біздің қаншама осы алаштарымыз шыққан кезде халықтың барлығы солар үлкен сахнада жүргеннен кейін соларға қарап бой түзей бастады. Солар не айтатын болса, солардың интеллигенциясына қарап, солардың үлкен әңгімелеріне қарап, өздерінің өмірлерін соған қарай реттей бастады. Ал енді қазіргі сахнада, қазіргі 21-ші ғасырдың сахнасында кім деп айтатын болсақ, ол қоғамдық сахна болсын, қандай да сахна болсын, актерлар жүр біріншіден, екіншіден әншілер жүр, үшіншіден мына вайнерлер жүр, қарап отыратын болсақ. Енді сол адамдар не айтатын болса, сол адамдар халыққа не деп сөйлейтін болса, халықтың барлығы соларға иланады, халықтың барлығы соған ереді негізінде. Енді былай дейтін себебіміз, кеше ғана болып жатқан жағдай бар. Мысалға мынау пирамида деп айтады, қаншама адамдар бір нәрсеге алданып қалған болатын болса, қазір халықтың көп бөлігі сол адамдардың жарнамалағанына байланысты, сол адамдардың ұсынғанына байланысты көптеген шешімдер қабылданып кетті негізінде. Қарапайым халық соларға еріп кетті. Енді біз бұларды олардың кінәсі жоқ деп айта алмаймыз негізінде. Неліктен? Өйткені ол халықты, жұрттың барлығы не деп ойлайды? Ақылды, білімді деп ойлайды, солардың аузына қарап отырады. Сондықтан кейін ойланып келіп қарайтын болсақ, олар тура жолға адамдарды дұрыстап арттарынан адамды ерткен адамдардың барлығы білімді болу керек, барлық жақта сауатты болу керек. Ол қаржылық жағынан сауатты бола ма, ол психологиялық жағынан сауатты бола ма, ол тұлғалы жағынан сауатты бола ма, барлық жағынан сауатты болу керек. Сол кезде ғана барып адамдар сол ақшаға байланысты болсын, қандай нәрседе сөйлейтін болса, сол нәрседе ол былай айтқанда компетентный деп айтады, құзырлы болу керек негізінде. Егер құзырлы болмайтын болатын болса, сен оларға артыңнан адамдарды ертпе, артыңнан адамдарды ешқандай ол нәрсені айтуға болмайды негізінде. Осыған орай адамдарға мен айтатыным, сахнада жүрсіздер ме? Қоғамдық сахна болсын, басқа сахна болсын, жүрдіңіздер ме? Артыңыздан адамдарды ерттіңіздер ме? Не үндемеңіз, не айтатын болсаңыз, артыңызға осындай білім алыңыз, өзіңіз білімді болыңыз. Кейбір адамдар сол жерде біз білмей қалыппыз, біз де өзіміз салып жібердік деген сияқты нәрселерді айтып жатыр. Осы нәрсенің барлығы не деп айтады? Значит, сен өзің, демек өзің де не? Сол жақтан ақмақтығың бар болып тұр. Сол жағынан өзің сауатсыз болып тұрсың. Онда егер сауатсыз болатын болсаң, онда сен неге адамдарды артыңнан ерттің? Бұған қандай жағдайда болмасын, халықтың алдында да жауап бересің. Жаратушының алдында да жауап бересің. Сондықтан да барлық адамдарға айтарым. Жақсы сөз сөйлесең, дұрыс сөз сөйле, болмасаң үндеме деген сияқты. Бір нәрсеге құзыретің жоқ па, ешкімге артымнан ер, мына нәрсені жарнамалау деген нәрсені қою керек негізінде. Ал егер жарнамалайсың ба, өзің жағынан қарап ал, біліміңді соған жеткіз, көзіңді жеткіз, содан кейін бар оны айту керек. Олай айтпайтын болса, олай істеуге болмайды. Сондықтан да айтатыным, бір сөзбен айтқан кезде адамдардың барлығы сіздерге еріп жүр ма? Сахнаның үстінде өздеріңізге лайықты білімді болу керекпіз, өзімізге лайықты білім болу керекпіз, өзімізге лайықты ісімізбен көрсетуіміз керекпіз, сөзімізбен емес. Жақсы өткен нәрсе өтті, бірақ айналып келген кезде келесіде тағы да сондай жағдай болмайтынына кім кепіл? Егер сен сондай жағдайдың болдырмайтынына өзіңе кепілдік бергің келетін болса, адамдардан кешірім сұраған жақсы, бірақ оның жарасы қалды ғой. Енді келесіде осындай нәрсеге аяқ баспас үшін өзіміз білім алайық, өзіңіз білім алыңыз. Барлық жағынан қаржылық сауатты болыңыз, заң жағынан сауатты болыңыз. Олай істемейтін болсаңыз, барлық адамдар сізге қарайды және сол қара адамдарға менің артымнан ерме деп айтыңыз онда. Менің сөзімді тыңдама деп айтыңыз. Ал егер сөйтіп айттыңыз ба, онда не істеу керек болады сізге? Бүткіл жауапкершілікті алу керек болады. Лидер деген нәрсе бар, көшбасшы деген нәрсе бар. Көшбасшы, қазір сіз көшбасшылық етіп тұрсыз ба? Екі-ақ нәрсе бар. Инициатива жасайсыз және оған жауапкершілік аласыз. Инициатива жасамаңыз. Жасамайсыз ба, жауапкершілік сіздің мойныңызда болмайды. Ал алдыңыз ба оны, жауапкершілік алыңыз. Жауапкершілік алмайсыз ба, онда тек қана сізге үндемей ғана қалу керек. Менің айтатыным осы.